Кеттік, бастадық. Сол қойылымды айтпақшы, сіздің ұлыңыз Абзал Максим қойды. Әрбір режиссердің өзінің көзқарасы бар. Абай бастады, өзінің жүрек жарты сөзін жеткізіп жатыр. Министрліктердің көмегінсіз жүзеге аспайтын дүние сияқты. Бірақ француз тілін білмейді біздің жастарымыз. Тоғжан көтерілді. Ой, бәрекелді, алдыңғысы. Не деп сынағаныңызды айтасыз ба бізге? Мәскеудің осындай театрында қойылған. Сіз осы спектакльден алып отырсыз. Арма құрметті көрермен, эфирде персона арт бағдарламасы. Бүгін біз Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, музыкалық жас көрермен театрының директоры Асхат Майемиров мырзаға келдік. Қош келдік дейміз. Қош келдіңіздер театрымызға. Гауһар Тастың премьерасы жақындап қалды. Дулат Исабековпен бірге үлкен істі қолға алған екенсіздер. Сол туралы айтып берсеңіз. Бұл әрине арнайы драматургиялық туынды болып есептелмейді. Бірақ осы Дулат Исабековтың шығармашылығындағы ең алғашқы повестерінің бірегейі бұл Гауһар Тас повесі. Кезінде осы повестің негізінде автор өзі киносценарийін жазып, кино түсірілді. Осы Гауһар Тас театр әлеміне келіп жатыр. Сондықтан әрине жүрексіне кірістік. Сондықтан автормен ұзақ пікірлесе отырып, осы повестің мен сахналық нұсқасын өзім жазып шықтым. Бұйыртса қаңтар айының ортасында біз осы көрерменді осы бір Гауһар Тас музыкалық драмасының премьерасымен қуантамыз. Енді классиктердің жазған шығармаларына сөз жоқ қой, қалай түрлендірсе де, қалай әр қосса, бояу қосса да жарасып ақ жатады. Ал қазіргі жас драматургтердің жұмысына қандай баға бересіз? Мынау Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында және Қазақ ұлттық өнер университетінде шеберханалар бар. Мысалға, осы Астанадағы ұлттық өнер университетінде әкім Тарази, біздің Қазақстанның еңбек ері және мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Роза Мұқанованың шеберханасы болса, ал Алматыда Дулат Исабековтың, Смағұл Елубайдың, Сұлтанәлі Балғабаевтың шеберханалары бар. Ол жерде болашақ жас драматургтер дайындалады. Сондықтан расында да өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Театрдың негізгі тірегі ол драматургия. Драматургия болмай, енді спектакль қалай сахналанады. Әрине бір пластикалық шешімдерге құралған, кейбір кезде бір перформанс болмаса жаңағы бір постмодерндік бағыттағы бір дүниелер сахналануы мүмкін, ал расында да драматургия ол театрдың бет бейнесі. Біздің мәдениет және спорт министрлігі қазір арнайы байқаулар ұйымдастырып жатыр. Мысалға, қазір Айбос ұлттық әдеби бәйгесі жарияланды. Оның ішінде тек қана проза ғана емес, поэзия ғана емес, драматургияға, балалар драматургиясына көңіл бөлген және аударма шығармалар да бар оларда. Сонымен бірге Дала дауысы деген ол өз алдына бөлек дүние. Оларда тек қана драмалық шығармалар емес, сонымен бірге опералық туындылардың либреттісі, мюзиклдың либреттілері, осылардың бәрі сарапқа түсіп жатыр. Менің ұғымда жас драматургтер қысылмай, қымтырылмай театрлардың есігін ашып, өздерінің туындыларын ұсынғаны жөн деп есептеймін. Себебі сол арқылы өзінің шығармашылық әлеуетін, драматургиясын көрсетуге мүмкіндік алады. Жуырда инклюзивті театрда, Қанаттылар театрында мәңгілік бала бейне Қыз жылаған деген атаумен қойылды. Сонда менің енді бір таңғалғаным Роза Мұқанованың осы бір мәңгілік бала бейне деген туындысы әлі күнге дейін актуальды екен. Себебі оларда адамдардың жаны, адамдардың рухының экологиясы арқау етілген. Сондықтан кейіпкерлерді алып қараған кезде 22 жылда сол 90 жылдардың басында жазылған дүние ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Яғни туынды өміршең бе, актуальды ме, актуальды. Сондықтан енді кез келген театр сол шығарманы, туындыны, драматург туындыны алар кезде мен режиссердің ең басты критерийіне кіретін дүние туынды, драматургия міндетті түрде актуальды болуы тиіс. Сол қойылымды айтпақшы, сіздің ұлыңыз Абзал Максим қойды. Көрермен жақсы бағалады, бірақ сіз әке ретінде ұлыңызға сыншысыз ба, әлде қолдаушысыз ба көбірек? Енді мен сынайым ғой. Мен өнер адам болғаннан кейін сынайым. Егер қарапайым, әрине қарапайым көрермен ретінде қараймын, сонымен бірге сыншы ретінде де қараймын. Сондықтан енді мен ол спектакльдің репетициясын әбден сол шығайын деп жатқан кезде ғана бір рет қана көрдім.
болды. Оған дейін мен араласып, ол қалай болып жатқанын білмеймін. Себебі әрбір режиссердің өзінің көзқарасы бар. Мен әрине көптеген батыл дүниелер қызықтырды, тіпті таңдандырды десем болады. Әсіресе мүмкіндігі шектеулі ерекше адамдармен спектакль қоюға менің де шыдам жетер ме екен, жетпес пе екен деп мен өзім ойланып қалдым. Не деп сынағаныңызды айтасыз ба бізге? Жоқ. Айтпайсыз. Жақсы. Негізі расымен оңай дүние емес, өйткені бір ғана топтағы мүмкіндігі шектеулі жандар емес, ол жерде құлағы естімейтіндер де бар, көзі көрмейтіндер де бар. Әртүрлі топтағының басын қосу, бірге дайындау деген ол шынымен үлкен жұмыс. Кейде батырды ойнаған актерді жазушының рөлінде көрсең, жазушының жанының нәзіктігін бере алмай қалып жатады. Бұл біздегі актерлердің санының аздығы ма, әлде режиссердің? Меніңше енді бұл арада кінәні жан жақтан да іздеуге болатын бар. Меніңше актерлардың саны өте көп Қазақстанда. Шүкір, бармыз. Енді бәріне бірде күйе жағуға болмайды ғой, бірақ ішінде расында да жаңағыдай жазушыны, ойшыл адамды ойнау үшін ол өте қиындау, кілтін тапқанша. Жарты жыл мен бір жылдың орталығында арасында актерға дайындауға режиссер бірінші кезекте мүмкіндік жасау керек. Мысалға, Аманат фильмін шығарардың алдында Сатыбалды Нарымбетов Берік Айтжановпен ұзақ екеуі бір жыл бойы сұхбаттар жүргізіп отырған. Біздің жұмысымыз сұхбаттарға құрылып отыр дейді. Яғни Бекмахановты тарихшыны ойнау үшін Берік айтады, мен бір жыл бойы дайындалдым. Себебі расында да сен егер Қазақ СССР тарихын 43 жыл жазып шыққан адам, кітап болып шықты ол адамды шығару үшін Кенесарының көтерілісінің саяси қоғамдық мәнін зерттеген адам, оны сен егер тарихты оқымасаң қалай жазасың? Сондықтан осындай дүниелер міндетті түрде болу керек. Сондықтан меніңше Берік Айтжановтың мысалы қазіргі жас актерларға әбден үлгі болу керек деп мен ойлаймын. Бір сұхбатыңызда айта кетіп едіңіз ғой, режиссерлік және продюсерлік деп бөлінеді деп театрларды. Бізде қазір театр кеңістігінде қайсысы көбірек? Егер біздің Қазақстанның театр кеңістігін алып қарайтын болсақ, мен 2-3 театрмен ғана айтуыма болады. Мысалға, Нұрғанат Жақыпбай басқарып отырған театр, бұл режиссерлік модельдегі театр. Ал енді, мысалға, Бейбіт Салауатұлы басқаратын Ақмоланың орыс драма театры, ол продюсерлік типтегі театр. Яғни Бейбіт менеджер-продюсер, ол театрға жан жақтан режиссерларды шақырады. Что там? Что с ними там происходит? Чему они могут там научиться? Никчемными, искалеченными людьми они оттуда выходят. Енді мен өзім қайсысын қолдайсыз десеңіз, мен әрине режиссерлік тұрғыдағы театрды қолдаймын. Себебі бұл театрлардың беретін дүниесі көп. Ең бірінші кезекте бұл жерде көркемдік жетекші, яғни режиссер тұлға өзінің театрының моделін жасайды. Өзінің театрындағы актерлік мектептің ерекшелігін, өзгешелігін ашып отырады. Продюсерлік типтегі театр Қазақстанда нақты қай театр десе, мен қазіргі Түркістан музыкалық драма театрын айтар едім. Себебі бұл театрда әрине өздерінің труппасы енді жүйеге қалыптасып келе жатыр. Олар әртүрлі шеберден бітірген 20 шақты жас, бірақ ол театр көбіне көп жаңағы, мысалы, Балтық үйі деген театр бар Санкт-Петербургта. Болмаса практика театры бар Мәскеуде. Модерн театр бар. Бұл театрларда жан жақтан келіп, белгілі өнер шеберлері жиналып бірге спектакль қояды. Бірақ олардың өздерінің театрлары бар. Ал енді жаңағы біз айтқан жастар театрында оларда актерлік ансамбль бар. Яғни сахнада жүрген 60 адамда сол актерлік ансамбльді қалай жасаймыз деген дүниелермен күні-түні бастарын қатырады. Актерлік ансамбль бірден 10 репетициядан, болмаса 15 репетициядан шықпайды. Оған уақыт кетеді. Яғни ондаған жылдар бір-бірін ымдарынан ұғыну, тіпті ым-ишарадан не болып жатқан түсіну, яғни бір организмге айналу, бір ағзаға айналу. Сондықтан мендегі осы музыкалық жас көрермен театрындағы ұстанымда сол бір рухтас, идеялас, мұраттас адамдар осы арада еңбек етіп жатыр. Әлеуметтік желіде отырғандықтан
біз кімнің не қойып жатқанын мен өте жақсы білем. Егер біздің театрға сол Ресей театрлары, Европа театрларындағы жаңағы кейбір дүниелер сол күйінде, бүтін күйінде көшіріп келген кезде, тек қана кейіпкерлері ғана қазақ болуы мүмкін, ондай жағдайларды біз біліп отырамыз. Себебі көреген көз деген бар. Ол жалғыз мен емес, мен сияқты осы Қазақстанда 20 шақты адам бар. Олар міндетті түрде театр процесін Ресейдің қадағалап отыр. Европаның, тіпті мен Жапонияны да қадағалап отырамын. Қазір интернет заманы ғой. Не шығып жатқанын сол жақтағы режиссерлармен, мен тіпті Америкада да, Мексикада да менің әріптес достарым бар. Сондықтан олармен байланысып отырғандықтан не болып жатқанын білем. Әрине, көрерменге, кейбір интернетте жоқ әртістерге, спектакльдерді қарамайтын әртістерге, «Вау, бұл жаңалық қой» деп айтуы мүмкін. Бірақ енді өзің көріп отырған қойылымдардағы дүниелерді сол күйінде көшірілгенін көрген кезде, мен ойлаймын, сол рөлді ойнап жүрген әртістер, болмаса сол спектакльді қабылдаған көркемдік кеңестің мүшелері нақты айту керек. Мына спектакль Мәскеудің осындай театрында қойылған. Сіз осы спектакльден алып отырсыз. Болмаса Европаның мынандай спектаклінде осы әдіс бар. Бірақ бір ерекшелігі, сіз өзгеше жеткізіпсіз. Қазақы ұғымдарға, қазақы мазмұнға, сипатқа ие спектакльдер жасапсыз деп. Сондықтан мен ешкімнің атын атап түсін түстемей-ақ қояйын. Бірақ дегенмен осы эксперимент жасау кезінде осындай бір дүниелерге меніңше жас режиссерлар өте сақ болу керек. Демек, біздегі кейбір театрлардың көркемдік кеңесінің білім деңгейіне күмән келтіруге болады ғой? Бүгінгі театрға тек қана жазатын театр сыншысы ғана емес, жазушы ғана емес, орысша айтсақ делатель керек. Яғни жасайтын, соған бағдар беретін, тіпті театрдың бүкіл платформасын өзгертуге, өзінің бүкіл тұжырымдамасын айта алатындай театр танушылардың көбірек болғанын мен қалар едім. Ол көбіне Европада бар, Ресейде бар, Прибалтика театрларында бар. Әрбір режиссерлық театрдың, әрбір театрдың жанында өздерінің 1-2-ден 3-тен театр сыншылары бар. Бұл енді министрліктердің көмегінсіз жүзеге аспайтын дүние сияқты, өйткені театр сыншыларын көптеп оқыту, сұранысты қанағаттандыру мәселесі шешілуі керек қой. Иә, сонымен бірге театр сыншылары меніңше шет тілдерін көп білу керек. Енді мен өзім магистратураны ГТИС бітірдім ғой. Соларда әрбір адам талапкер түскен кезде сол шет тілін біліп дайындалып келеді. Мысалға, Барташевичтің шеберханасында оқитын театр сыншысы ол ағылшын тілін жетік біледі, себебі Барташевич Шекспир танушы. Бұрын Якубовский мен Макарова берген кезде ол топтағылар неміс тілін еркін сөйлейтін. Ал Селенасса оқитын студенттер олар испан тіліне жетік. Сондықтан егер сол курстың жетекшісі қай театрды, қай ұлттың театрын зерттесе, олар сол тілді міндетті түрде игеруге міндетті, және олардың бір артықшылығы сол театр сыншылары сол өздері білетін тілден, түпнұсқадан өздеріне пьесаларды аударып отырады. Қазіргі тіпті заманауи. Мысалға, енді біздерде әрине мен енді өзім Гете институтпен, француз альянсымен, Британ кеңесі, осы үлкен халықаралық ұйымдармен мен тығыз байланыста жұмыс жасаймын. Жаңа француз елшісімен бірталайдан бері біз сөйлесеміз, пікірлеспіз. Сонда ол француз елшісінің айтатыны, Францияға 2 режиссерді жібергісі келеді, бірақ өкінішке қарай тіпті 4 режиссерға дейін жіберуге болады дейді. Бірақ француз тілін білмейді біздің жастарымыз. Сондықтан шет тілін көбірек білген жақсы болар еді. Ол әрине Европаға барған кезде Европашыл болып келгенде мен қаламаймын. Мен мысалға өзім ГТИСте оқыдым, 1 жыл жарымдай Парижде оқыдым, білім алдым. Бірақ мен ұлттық өзімнің иммундық жүйемді сақтап келдім. Адамның бойындағы ұлттық рух жоғалтты деген сөз, ол елдің ертеңі жоқ деген сөз. Ал режиссер сол ұлттық рухты сақтайтын бірден-бір бағдаршам театрға. Ал енді өзіңнің бойыңда ұлттық рухтың бір тамшысы да қалмаған, сен қандай дүниелерді ұсынасың? Әрине, театр 24 сағат бойы киіз үйдің ішінде отыра алмайды. Тіпті сіз бен біздің де 24 сағат бойы қазақ болып отыруымыз қиындау. Бірақ дегенмен осындай бір спектакльдерді қояр кезде, кино туындыларды шығарар кезде осы бір ұлттық мазмұнға, ұлттық сипатқа өте мән беру керек.
Сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермен, бұл персона арт бағдарламасы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.